Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз қашықтықтан оқыту сабағымызды бастаймыз. Менің есімім Бақтыбаева Сандуғаш Расылбек қызы. Жамбыл атындағы номері 5 мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімімін. Балалар, бүгін біз қазақ тілі пәні бойынша су тіршілік көзі бөлімінен негізгі және туынды сын есім тақырыбын өтеміз. Олай болса балалар, су тіршілік көзі екенін білеміз. Қазір біз бейнероликке назар аударайық. Су тіршілік көзі. Сәлем, мен Русланмын. Мен мектепке жиналғанда, немесе достарыммен далаға ойнауға барғанда, әрдайым өзіммен бірге су алып жүремін. Неліктен екенін білесіңдер ме? Су өте маңызды элемент. Сусыз жер бетіне өмірде болмайды. Біздің организміміз 60%-ға дейін судан тұрады. Бірақ судың организмдегі мөлшері тұрақты емес. Су біздің денемізден келесі жағдайларда шығады. Терлегенде, дәретханаға барғанда, үлкен және кіші дәретпен, тіпті тыныс алған кезде. Біз тыныс алғанда ылғал ауаны шығарады екенбіз. Жасқа, салмаққа, жынысқа және дене белсенділігінің деңгейіне байланысты бізге судың әртүрлі мөлшерін ішу қажет. 6-8 жас аралығындағы балаларға күніне 6 стақан су ішу қажет. 9-дан 13-ке дейінгі жастағы балаларға күніне 7 стақан. Ал 14-тен 18 жастағы жасөспірімдерге күніне 8 стақан су ішу қажет. Балалар, бейнеролик өте қызықты болды. Сіздерге де ұнады деп ойлаймын. Олай болса, сабағымыздың мақсатына назар аударайық. Сабағымыздың мақсаты мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Негізгі және туынды сын есімді анықтау. Балалар, оқулықтағы 17-ші жаттығуға назар аударайық. Жаттығу дескрипторы ертегіні мәнерлеп оқимыз. Мазмұнына талдау жасаймыз. Ертегідегі суреттерді пайдаланып, оқып көрелік. Ертеде бірнеше жыл бұрын су жоғалып кетіпті. Қарлығаштар шөлден қиналады. Ағаштар қурап, гүлдер солып қалады. Шөлдеген торғай желден көмек сұрайды. Ал жел күнді көмекке шақырады. Күн өзендер мен көлдердегі суларды қатты қыздыра бастайды. Су буға айналып, аспанда бұлт пайда болады. Біраздан соң жаңбыр жауа бастайды. Жер беті жанданып, сала береді. Ыстық орындық әдісі бойынша балалар сұрақтарға жауап беріп көріңіздер. Әрине балалар, сіздердің жауаптарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Олай болса, сіздерге тапсырма. Су, бу, жаңбыр. Осы 3 сөзді пайдаланып, 4-5 сөйлемнен тұратын эссе жазыңыздар. Тамаша балалар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. 18-ші жаттығу дескрипторы. Мәтінді көркем жазамыз. Сын есімдерді табамыз. Оларды сын есімнің негізгі және туынды түрлеріне ажыратамыз. Мәтінге назар аударыңыздар. Аспандағы ақша бұлттар бүгін ерекше әдемі. Біз бір топ бала жидекті тоғайға бет алдық. Сан алуан құстар сайраған тоғайшы өте көңілді. Осы сөйлемдерден негізгі және туынды сын есімдерді ажыратыңыздар. Балалар, сіздердің негізгі және туынды сын есімдеріңіз тақтадағы кестемен сәйкес деп ойлаймын. Негізгі сын есімдер ерекше, әдемі, алуан.
туынды сын есімдер ақша, жидекті, көңілді. Осы сөздерді ішіне сыртына әдісі бойынша жазып көрелік. Балалар, сіздердің жазғандарыңыз менің кестеммен сәйкес деп ойлаймын. Олай болса, келесі видеороликке назар аударыңыздар. Түбір сөзден болған сын есімді негізгі сын есім дейміз. Ал түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімді туынды сын есім дейміз. Енді есімізде сақтаймыз. Әрине, біз ережені жаттап, есімізге сақтап аламыз. Олай болса, келесі тапсырмаға назар аударайық. Он 19-шы жаттығу дескрипторы. Жасырынған мақалды тауып оқимыз, мақалдың мағынасына талдау жасаймыз. Әрине, балалар, бұл мақал дария жанынан құдық қазба деп шықты, балалар. Сіздердікі де менің тапқан мақалыммен сәйкес деп ойлаймын. Балалар, дария сөзі теңіз сөзінің синонимі болып табылады. Олай болса, Каспий теңізі туралы шағын бейнероликке назар аударыңыздар. Каспий теңізі. Каспийское море. Каспий теңізі Еуропа мен Азия аралығында орналасқан. Жер шарындағы ең үлкен тұйық көл. Үлкендігіне қарап, оны теңіз деп айтады. Каспий Ресей, Әзірбайжан, Түркмения, Қазақстан және Иранмен шекараласады. Каспий теңізінің жалпы ауданы 376 мың шаршы шақырым. Орташа тереңдігі 905 метр. Миллиондаған жылдар бұрын Каспий өте үлкен теңіз болған. Ол тіпті Қара теңізге дейін ұласқан. Орал, Кура, Терек, Волга өзендері Каспийге келіп құяды. Бұл теңіз балыққа бай. Олардың түрлері өте көп. Мысалы, итбалықтар да осы теңізде мекен етеді. Сонымен қатар, бұл теңізден мұнай, тұз және газ алынады. Порттар: Баку, Ленкорань, Астрахань, Махачкала, Красноводск, Ақтау. Бейнеролик әрине қызықты болды, балалар. Каспий теңізі туралы біз барлық мағлұматты бүгін біле алмаймыз, бірақ интернет желісінен тағы да қарап көрсеңіздер болады. Келесі тапсырма семантикалық картамен жұмыс жасаймыз. Әрине, балалар, сіздердің орындаған тапсырмаларыңыз өте дұрыс деп ойлаймын. Олай болса, үйге тапсырма, оқулықтағы 20-шы жаттығуды орындаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.